Қайырлы күн, достар. Менің есімім Сальвия. Траворим компаниясының амбассадоры боламын. Мен бүгін сіздерге қазіргі өзіміз қолданып жатқан Траворим платформасын қалай үнемді пайдалануға және кімге қажет екені жайлы айтып өтетін боламыз. Және біздің басты тақырып турист кім, саяхатшы кім. Енді кез келген Траворим компаниясы және туристік компаниясы бәрі туризм саласында жұмыс жасауда. Сондықтан көп кісілер қалай айыруды білмейді. Мысалы, туристік компаниялар бұлар арнайы туристер үшін ұсыныс жасайды. Турист дегеніміз ол мына белгілі бір бағытта, белгілі мерзімді, белгілі маршрутты сонымен саяхатқа көңілі толатын кісі деп білеміз. Ал егер де сіз стандартты турпакеттер сіздің көңіліңізден шықпаса, демалысқа барғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызша жоспарлағыңыз келсе демалысыңызды, және де бір сапарда бір отельде өткізу сізге жалықтыратын болса, демек сіз туристтен саяхатшылар категориясына өткен жансыз. Ал ондай болса, Траворим сіз үшін. Мысалы, мен өз басыма келетін болсам, өз басымда саяхатты өте жаным сүйеді. Негізінде мына саяхатшылар клубына әрқашанда осы саяхатты жаны сүйетін жандар келеді. Өзім де осы Траворим компаниясын танығанға дейін туристік агенттіктермен көп жылдар жанұяммен, бауырлармен саяхаттадым, және Инкрузес туристік клубмен саяхаттадым, және 2023 жылдан бастап өзім саяхатымды өзім жоспарлап үйрене бастадым. Сол кезде мен 3 дүниені пайдаланатынмын. Ол дегеніміз бірінші туристік агенттіктер, одан кейін круиздік клубты және де букинг платформасын пайдаландым. Ол жерде мен әрқашан ақшаны толықтырып, Аллаға шүкір, кредитқа демалған жоқпыз, бірақ біз ақшаны жинақтап, соған саяхаттайтынбыз. Ал енді 2023 жылдың бір жыл болды, міне бір жылда мен осы Траворим компаниясымен таныстым. Танысқанда маған өте қатты ұнады. Себебі мен түсінгенім, мен жаңағы саяхаттап жүрген 3 дүние, ол Инкрузес, букинг және туристік агенттікті үшеуін бір Траворимға айырбастасам болады екен. Ол маған не береді? Ол маған еркіндік береді, ол барлық маған қажетті дүние бір жерде оған қосыла. Бұл жерде экскурсияларын қажет па, экскурсияда осы жерде, көлік жалдағың келе ма, ол да осы жерде. Бәрі бір платформада, және әрбір сатылымнан маған кэшбэк қайтатынын түсіндім. Ол да $10, $20, $30 жинақталып, бір керемет дүниеге ие болуға болады, экскурсия алуға болады, немесе әрі қарай келесі демалысыңызға жұмсасаңыз болады. Және де менің көзім жеткені, мен осы кезге дейін көп адамға өзімнің тәжірибемен бөлісетін болатынмын. Маған туристік агенттіктер, енді неше түрлі туристік агенттіктер бар, өзім демалып жүрген, тексерілген, тиянақты жұмыс жасайтын туристік агенттіктерді көпшілікке ұсыныс сұрап жатса, мен сонысымен бөлісетінмін. Демек, ол турагенттіктерге мен клиент жіберуші едім. Ал маған ешқашан ақы алған емеспін, дұрыс па? Оны көбісіңізде жасап жүрсіздер. Және, допустим, букинг платформасы арқылы да көптеген, енді ары-бері Қазақстан ішінде жүргенде де, шет мемлекетке шыққанда да көптен пайдаланамыз, бірақ ол үшін де әрқашан не болған жоқ, бізге қайтылым болған жоқ, және басқаларға да брондап берген күндеріміз болды, жасай алмайтын адамдарға көмек беріп. Ал бұл жерде менің түсінгенім, тура сол саяхаттаймын, бірақ мен сол ақпаратпен бұрынғыша бөлісетін болсам, ол маған компаниядан өте жақсы табыс әкеледі екен. Мен соны түсіндім, сондықтан сол сәттен бастап осы компанияны зерттеп, осы Траворим клубының мүшесі болдым. Сол сәттен бастап жаңағы бірге саяхаттап жүрген жандар тіркеліп, соңымнан сол тіркелген сәтте төлеген $350 басқа, міне мен қазіргі таңда бір жыл
клубтың мүшесімін. Басқа бір жылдан бері мен қалтамнан ақша салған емеспін. Бірақ соның өзінде 3 саяхатқа барып келдім. Алла қаласа 4-ші саяхатым дайын тұр. Және де кір компаниядан алып жатқан табысым бар. Қазіргі сәтте білесіздер, Travelling компаниясының амбассадорлары 10 және 12 мың доллар аралығында табыс табады. Керемет, иә? Және де керемет дүние мынадай. Мысалы, мен туристік агенттен саяхат сатып аламын, барамын, 12 күндік демалыс алдық дейік, аламын, және де бірақ сол жалдаған отелімде, қонақ үйімде небәрі 3 күн-ақ түнейтінмін. Себебі неге? Маған басқа қалаларды, бір мемлекетте болсам да, сол мемлекеттің басқа астанасын, тек қана мына курорттық қаланы емес, астанасын және керемет қалаларын көруге маған өте қызықты. Сол кезде мен не істейтін едім? 3 күн мына жерге 12 күн отелінің мен тамағы мен бәрін төлеп қоямын, бірақ мен ол жерде түнемеймін. Мен жай чемоданым тұрған үшін ол жерге 9 күн ақша төлеймін. Дұрыс па? Ал басқа қалаға, басқа неге мемлекетке барып жатсам, ол жерде жаңадан қонақ үй жалдап, қайтадан төлеп, тамағыма, жатар орныма төлейтінмін, менен 2 есе шығын кететін. Ал қазіргі таңда сол 12 күндік төлеген ақшамен қазіргі күнде 12 күн емес 20 күн, бір айға дейін демалуға мүмкіншілік алып жатырмыз. Ол қалай дейсіз, мына сол алған ұшаққа кеткен ақшаңыз бірдей. Сол бір барасыз, барар жолыңыз, келер жолыңыз. Бірақ жаңағы 12 күнге төлеп қоймайсыз ақшаны. Сізге қажет ол жерде 3 күн төлейсіз, және де барған жерлеріңізге үнемдеген ақшаңызбен төлейсіз. Сондықтан да және де білесіздер, біздің платформамызда әрқашан қонақ үйлерге өте керемет жеңілдіктер бар. Ол арнайы Travelling тұтынушыларына арналған. Сондықтан сол үнемдеу арқылы сіз саяхатыңызды бағасын арзандатасыз, бірақ сапасын жоғалтпайсыз, және де саяхатыңызды өзіңізге қажетті мөлшерде, деңгейде жасап құрастырып аласыз. Мысалы, біз осы Travelling компаниясына тіркелген сәтте, өздеріңіз сияқты көп адамда сұрақ белгісі болды, расында да бұл сондай тиімді ме екен, расында да осындай тиімді бағамен барғанда біз далада қалмаймыз ба екен деген, көптеген сондай қорқыныш болды. Сондықтан біз командамызбен бірінші сапарға аттанған болатынбыз. Ол мына май айында Дубай, Абу-Даби, Дубай Араб Әмірлігінде 2 қалада болдық. 5 күн Дубайда, 2 күн Абу-Дабида. Барып келер ұшақ билетіміз, 7 күндік қонақ үйіміз, таңғы асымен бізге небәрі 170 мың теңгеге шыққан болатын. Сондай керемет қолжетімді қонақ үйіміздің деңгейі де 5 жұлдызды және 4 жұлдызды болды. Сондықтан және ол жерге біз 25 адам болып жинақталып, көпшілікпен әрқашанда қызық қой, солай баруға мүмкіншілік алдық. Сондай керемет демалыс жасап, және адамдардың біздің көздерін жеткізген болатынбыз. Өзіміздің де көзіміз жетті, және кісілердің де көзін жеткізген болатынбыз. Солай өзіміз де өзіңіз сияқты тұтынушымыз, бірақ қана айырмашылық, біз кішкене сіздерден ертерек бұрын осы Travelling компаниясы жайлы біліп, ұнатып, мүше болып, қазіргі таңда көптеген адамдардың армандарын орындалуға себепші болып жатырмыз. Себебі неге? Сол жаңа айтып өткен 25 адамның 12-сі мүлдем шет мемлекетке шықпаған жандар болатын. Олар үшін бірінші саяхаты болды. Және де мына сіздерге қызық болса айтып өтейін, ол табыс. Мысалы, жаңа айтып отырмыз, бір дәрежелі директордың өзі айына $300 мен $750 аралығында табыс таба алады. Ол дегеніміз 200 мың, 300 мың теңге табыс. Небәрі 4 кісі шақырып, соңынан ертіп, және сол 4 кісіге тура өзінің жасаған жолын көрсете алса, ол сондай табысқа ие болады. Бұндай мүмкіншілік әрбір жерде кездесе бермейді. Және саяхат бұл енді білесіздер, өте қарқынды, ең қарқынды дамып жатқан индустрия десек болады, қазіргі. Себебі мысалы
дәрі дәрмек бір кісіге қажет, бір кісіге қажет емес, иә, бір кісіге дұрыс келеді, бір кісіге дұрыс келмейді, иә. Мына бояуға келетін болсақ, ол қыз келіншектерге арналған. Ойыншықтарға келетін болсақ, ол балаларға, гаджеттар жасөспірімдерге арналған, иә. Ал саяхат бұл баланың да, ересектің де, қарттың да арманы. Демек, бұл әрбір адамға қажетті дүние. Ал енді травориум арқылы бізге саяхатымызды өзіміз құрастырып, яғни өзімізге өзіміз турагенттік болуды үйретіп жатыр. Біз де сол білімімізбен қазір бөлісудеміз. Себебі, білесіздер, арада алып сатарлар арзандаған сайын тауардың бағасы төмендейді. Сіз бұл жерде тікелей өзіңіз турагенттіктей өзіңізге қалаған саяхатыңызды құрастырып, қалаған жерге демалуға мүмкіншілік аласыз. Және де оны насихаттайтын болсаңыз, ол біліміңізбен бөлісетін болсаңыз, компаниядан миллиондаған табыс алуға мүмкіншілік ие боласыз. Сондықтан бүгінгі ақпаратымыз сізге ұнаса, міндетті түрде осы сізге шақыртуды берген кісіге хабарласып, біздің компаниямызға қош келдіңіз. Сау саламатта болыңыз. Келесі эфирларда кездескенше.